Баршаңызға сәлем, сіздермен Ақбала. Бүгін сіздерге ет қосылған бөректің жасалуын көрсететін боламын. Қамыры өте қытырлақ әрі дәмді болып шығады. Каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып кетуді ұмытпаңыз. Ол үшін қызып тұрған майда тартылған етті қуыратын боламыз. Тартылған ет бір-біріне бірікпес үшін осылай араластырып отырамыз. Одан кейін ұсақтап туралған пиязды салып, тағы да араластырамыз. Ең соңынан ас көкпен туралған көк пиязды салып, тағы да жақсылап қуырып, асын сөндіріп суытатын боламыз. Дәміне қарай тұз бұрыш қосамыз. Одан кейін осындай дайын лавашты алып, үш бұрышты формада кесетін боламыз. Кесіп дайындап алған лавашқа салмамызды саламыз. Қуыру барысында салмасы шығып кетпес үшін осылай екі жағынан қайыра отырып орайтын боламыз. Ұшына ашылып кетпес үшін жұмыртқаны жағып жабыстырамыз. Барлығын орап дайындап алғаннан кейін қызып тұрған тавада осылай бөректерімізді қуырып аламыз. Бір жағы қуырылып болған соң екінші жағына аударамыз. Қуырылған бөректерді майдан шығарамыз. Мінекей осымен ет қосылған бөректер дайын болды. Баршаңызға жасап көруге кеңес беремін. Ас болсын.